Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? АЭС-тің темасы қызып тұр ғой қазір. АЭС деп. Атом электростанциясы деп жатыр, Енді білесіздер ғой, біздің билікке сурет салғызуға болмайды АЭС түгілі. Сурет. Кино сүртуге болмайды бұларға қазір. Нені ойласа да әр жағында қаншама жеуді, қалай көбірек жеуді. АЭС ол казсат емес, ақшасын жеп қаңғыртып жіберетін. АЭС деген ол мемлекеттің тағдыры. Сондықтан бұны салуға қазір мемлекетте қарсы емес. АЭС саламыз, Онда әкелеріңіздің басына экспо өткізесіңдер, 3 миллиард долларын жеп, шашып төгіп, элект саламай отырып, асфальт саламай отырып, АЭС саламыз дегендеріңіз болмайды. Билікке шабаған жалмауыз жемқорлар болмайды. Сендерді әбден өздеріңнің жалмауыздықтарыңнан қорқытып, әйтпесе сендерді ертең анау Каддафи сияқты өлтірем дегеннен кейін солардың айтқанын істеп, солардың аяғына жығылайын деп отырсыңдар ғой. Қазаққа жандарың ашын деп тұрған жоқ. Қазаққа жандарың ашса, мынандай жер асты байлығымен, мынандай ғана аз ғана халықты шірітіп отыратын уақытта қайыр сұратып отырсыңдар. Бізден не сұраушы едіңдер сендер? Сендер өздерің ерік жоқ халық түгілі. Халық түгілі сендердің бостандықтарың жоқ. Біреудің айтқанымен жүресіңдер. Халықтан өтірік сұрағансып, оның керегіне шуылдатып қазір. Сондықтан да бұл нені АЭС-ті мүмкіндігінше салмау керек, соған қарсы болуымыз керек. Бізге АЭС керек жоқ. Экспо өткіздік қой. Жасыл экономиканы қалтырамыз, жасыл энергетиканы қалтырамыз деп. Ал, соны қатырыңдар. Болмаса 3 миллиардты қойыңдар ортаға, жіберген 3 миллиард долларды қазынаға қайтарыңдар. АЭС салғыштар. АЭС салуға бұл халық қарсы. Ешкім өзінің үйінің астына атом бомбасын қойғызғысы келмейді. Тем более қазақты бәленбай жыл қырып, бәленбай геноцид жасап, ұлттың бәленбай 60%-нан артығын көзін құртып, міне қазірдің өзінде миссионерлер білім беру саласы сияқты, ақпарат сияқты бүкіл салада игеріп алып, біздің ұрпағымызды мәңгүрттендіріп отырған империяда бірдеңе салуға рұқсат беру деген болмайды. Біз рұқсат берсек, Францияға беруіміз мүмкін, Японияға беруімізге болады. Кімге емес, Ресейге емес. Бұл Ресейдің жобасы. Өйткені құдай білесіздер ғой. Кухнясында әркім өзі біледі ғой, не істесе де. Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? Жалпы атом электростанциясы деген өте ауыр тақырып болып жатыр. Бұрын тақырыпта бір кеттік, талабымызды қояйық, мына тақырыпта жүр, билікке талабымызды қояйық деген кезде аңықтамайтын, бас көтермейтін кәрілер, кәрі жас, ұстаздар әсіресе, жалпы атомның зардабын көрген интеллигенция кезіндегі түсінетін, атомның зардабын түсінетін интеллигенцияның барлығы қарсы болып жатыр. Билік сондықтан да қазір стоп АЭС басқа да атом электростанциясына қарсы митинг болмақты бөлек, жай ғана пресс-конференция бұларға қарсы болып жатыр. Солардың барлығын алдын кесіп тоқтатып жатыр. Демократия жоқ, диктатуралы еліміз ғой, диктатордың Черновигін конституция қылып отырған еліміз ғой. Және АЭС туралы айтқызбай, АЭС туралы ешқандай тыңдаулар өттіредік қой. Тыңдатулар ол, тыңдаулар емес, халықтың мнениесіне түкіріп қойып, Тоқаев бастапқан команда, олар халыққа түкіргені бар. Халықты тыңдайтын болса, аналардың жетпіс мыңын бермеуші ме еді, моралдан қол тартпаушы ме еді, саяси қуғын-сүргіндерді босатпаушы ме еді. Сондықтан да бұл халыққа биліктің түкіргені бар. Өйткені өз биліктерінде өздері емес, біреудің айдауында жүрген құлдар, өзінен де төмен құлдарға түкіргені бар. Сондықтан да АЭС-қа қарсы шығып жатқандардың бәрін мен түсінемін. АЭС салдырса бітті, күні қараң. АЭС дегеніміз халықты улап өлтіру, онсыз да рак ауруы көбейіп тұрған уақытта АЭС-қа бәрі қарсы болып жатыр. АЭС-қа қарсы жинаңдар жігіттер, АЭС-қа қарсы шығамыз деушілер де көп. Бұл нені білдіреді? Бұл АЭС-тің шынайы өте қауіпті екенін көрсетеді. АЭС-қа мен өз басым қарсымын. Стоп АЭС қозғалысын қолдаймын. Біздің өкімет мына Путиннің бұйрығымен мына Қазақстанға атом электростанциясын саламыз деп жатыр. Олар заңды қабылдап та келісімін беріп те қойған. Енді референдум өткіземіз дейді. Негізі референдум 2 ай бұрын жариялану керек. 1 айдан кейін референдум өткіземіз деп жатыр. Ол атом электростанциясына Қазақстанда қазір мұқтаждық жоқ. Оны ғалымдар да бәрі айтып жатыр. Одан кейін мына Балқаш көлі ешқайда ағып шықпайтын көл екен біздің. Сол Балқаш көлінің астынан жер асты суларымен бүкіл мына Алматы облысы, неше облыстың ауыз сулары бүлінеді. Мына атом электростанциясын салатын болса. Екінші бір себебі, егер Ресейде салатын болса, Қытайда салатын болса, біз соларға өмір бақи тәуелді боламыз. Одан кейін тағы да бір үлкен себебі, мына
Қазақстан уран өндіргенімен ол атом электр станциясының отыны байытылған уран дейді, обогащенный уран деген, ол Ресейден өндіріледі. Ол Қазақстан бағынбай барататын болса, ол уранды бермей қойса болды атом электр станциясы деген. Кез келген уақытта өмір бақи соның боданы болып отырамыз. Әлі де жартылай сол Ресейдің боданымыз. Байқоңырды алып отыр. Семейде қанша жыл бомбасын жарып міне өзіміз сол Семей жақтан полигоннан зардап шеккен адамдармыз. Сондықтан уақыты келгенде біздің ұрпақтарымыз егер мұқтаждық туатын болса, атом электрді өздері ақ салып алады. Дәл қазіргі мына жемқор билік тұрғанда, мына халықты ойламайтын опасыздар тұрғанда, атом электр станциясын салу біздің халыққа жасаған тікелей қастық деп білу керек. Сондықтан міне осы жерде желтоқсандықтар тұр. Бүгінгі міне желтоқсандық бауырымызды соттап жатыр. Біз тағы да ұрпағымыздың болашағы үшін атом электр станциясын салуға қарсымыз, АЭС салынбасын. Қарсымыз. АЭС апат ошағы. АЭС жөнінде кезінде айтып қой. Салмау үшін АЭСті адамзаттық ой үсті, салған жерде адам түгіл өмір сүрмес қой ішкі деп осыдан бірнеше жыл бұрын жазғанбыз. Әрине АЭС салғаннан кейін ол енді халықаралық оны қаншама бұлыққа басын барып тағады. Неге десеңіз, өйткені мысалы ядролық қаруға кірушімізге рұқсат бермейді, рұқсат берген Корея қаншама таяқ жеді. Ал енді мысалы космос космонавттарымыз болса да, ғарышкерлеріміз бізге космостың мүшесі болуға рұқсат бермейді. Онда жетақ мемлекет. Егер ондай нәрселерге, ал енді АЭС-тің де сондай үлкен жүйесі бар, ол жүйеге кіріп кететін болсаңыз, одан да қаншама біз енді керексіз нәрсеге, әлі бізге қажет болмай жатқан нәрседен зардап шегіп қалуымыз мүмкін. Өйткені оның бізде соның мүшелігіне кіреміз одан кейін. Ал енді бізге АЭС қажет болған күннің өзінде де бізге оның оннан бір қуатын ғана беретін заводтарымызға сол шама жетеді. Ал енді Чернобыль сияқты үлкен АЭС салатын болсақ, қазір оны игеруге біздің мамандарымыз жоқ. Екіншіден оның пайдаланатын жеріміз де жоқ. Өйткені бізде дайын индустрия жоқ оны игеріп алып кететін дайын кәсіпорындар жоқ бізде. Өйткені әуелі Қазақстан мына тәуелсіздік алғаннан кейін бүкіл экономикасын жекешелендіріп, өзінің кәсіпорындарын ашып, әлемнің не шығарып жатыр? Соның үздік нәрселерін өз территориясында шығара алатындай болып, соған қуат жетпей жатқан кезде ғана оны болашақта ұрпақтар шешеді. Неліктен Қазақстан азаматтары электр энергиясын 5-6 есе қымбатқа сатып алуы қажет? АЭС-тен алынатын электр энергиясы ЖЭС-тен алынатын электр энергиясына 5-6 есе қымбат. АЭС-тің соғылуына кем дегенде 15-20 триллион теңге жұмсалады. Ал АЭС туралы референдумға 32 миллион доллар жұмсалады. Нәтижесінде экологиялық катастрофалар. Біз АЭС құрылысына қарсымыз. Стоп АЭС! Мен Думан Берке, Халық Қазақстан оппозициялық партиясының бастамашыл топ мүшесімін. Дәл қазір уақытта мен ЛРТ-ның қасында тұрмын, өзіңіз көріп тұрғандай. Айтайын деген, жақында Қазақстанда АЭС, яғни атом электр станциясын салмақшы. Ол әрине бізге қауіпті, бізге тыйымсыз. Дәл осы ЛРТ сияқты қаншама қаражат бөлінбекші, қаншама уақыт кетпекші. АЭС-ті, яғни атом электр станциясын салған күннің өзінде бізге қауіп төндіреді. Сондықтан атом электр станциясының салуына мен қарсымын. Алға Қазақстан! Это вот этот, блядь, ебанот. Да, это удачный завод. На нас попало. У меня болит очень сильно рука. У парня по голове его ударило. Оппозициялық Алға Қазақстан партиясы атом электростанциясының құрылысына қарсы. Атом электростанциясының құрылысы Қазақстан үшін экономикалық тиімсіз жоба және оған ел бюджетінен кемінде 20-30 миллиард доллар қажет. Сонымен қатар атом электростанциясынан өндірілетін электр энергиясының өзіндік құны қазақстандықтар үшін жел электростанциясынан алынатын электр энергиясынан 5-6 есе қымбатқа түседі. Неге Қазақстан азаматтары электр энергиясын 5-6 есе қымбат сатып алуы қажет? Атом электр станциясын Қазақстанда салуға болмайтын үшін маңызды үш себеп. Бірінші себеп.
Экономика жағынан өте тиімсіз жоба. АЭС салу үшін 10-15 триллион теңге кетеді. Немесе 20-30 миллиард доллар. Екінші себеп. АЭС-тен алынған электр энергиясы. Жел электр энергиясынан 5-6 есе қымбат. Үшінші себеп. Ол өте қауіпті жоба. Егер авария болатын болса, экологиялық катастрофа болады. Сол себепті Қазақстанда АЭС салуға жол бермеуіміз керек. Соған орай, Қазақстанда АЭС салуға жол бермеу үшін 6 қазанда болатын референдумды пайдаланып, АЭС-тің салынуын тоқтатсын деген талаппен жаппай митингке шығуымыз керек. Іске сәт, достар. Стоп АЭС. Советский что? Мынау нәрсе, мынау не нәрсе? 21 ғасырдың Қазақстанның мынау деген мынау. Не нәрсе, мынау резинка қайда, оборудование қайда, запчасть қайда? Мынау мен адам тоқтата ма? Мына балалар, мына Бегалинада отыр, мынаны тоқтатамай отыр суды. Блин, как можно остановить? Эти ребята стараются как-нибудь вот заткнуть эту трубу. В 21 веке. Где запчасти, где резинки, где нормальные, вот я не знаю. Это вот по Бегалина. По Бегалина. Посмотрите, что за это, блин. Бедные ребята, как они должны это закрыть? Дайте им оборудование, запчасти, я не знаю, что-нибудь. Где руководитель Алматы-Су? Позор вам, позор.